Жұма күні болған күні вақафатил мәләикату аля кулли бабин мин абвабил мәсжид дейді. Мысалы, мешітте бірнеше есіктер болса, кейбір мешіттерде бір есік, кейбір мешітте екі есік, үлкен мешіттерде 4-5 есік болуы мүмкін. Мысалы, жұма күні болған кезде Алла Тағала тарапынан арнайы елші періштелер келеді. Қызметі не нәрсе? Әрқайсы сол мешіттің есіктерінің қасына тұрады да, қолдарында парақ пен қалам бар дейді. Фаяктубуна ман жаа илал жума. Жұма намазына келгендерді жазады. Әл-әуәлә фәл-әуәлә. Бірінші пәленше келді. Ерінбейді. Екінші пәленше келді. Үшінші пәленше келді. Төртінші. Жұмысты қараңыз қандай болып отыр. Ama нешінші келді? Төртінші ме? Бесінші? Жоқ, ондай нәрсе оларда. Олар Кәрим дейді Алла Тағала. Қате болмайды. Алла Тағала солай жаратқан.